Рамазан Стамғазиев бала күнінде әнге де, күйге де, спортқа да, биге де жақын болыпты. Өнерлі бала өрге жүзер деген ниетпен мұғалімдері Рамазанды көп сөкпеген екен. Өйткені мектеп абыройын асқақтатып, атақ пен даңқты осы баласы келетін. Десек те, әнші бала сабақта озат болмаса да үштік баға алмапты. Ал жүзі балбыл жайнап, балдәуреннің тәтті естеліктерін дәстүрлі әнші былай деп еске алды. Республикалық бәйгіде бас бәйгіні жеңіп ап, маған Қырымға путевка берген. Жазғы демалысын ауылда емес, сонау Қырымда өткізетін болды, деп атанасы бір апта бойы киім-кешегін жинастырып дайындалады. Бірақ кететін күні оқыс оқиғаға тап болады. Мені кішкентай кезімнен тәрбиелеген Айымхан деген әжеміз, балам орысша білмейді, балам адасып кетеді, далаға көп шыққан жоқ деп, түпкіде үйге қамап қойып, есігін жауып, сон есікті ашқызбай қойған ғой. Сон маған айтады екен, балам, мен есік жауып тұрғанда терезеден шығып қашып кетті. Әжесінің сөзін екетпестен бала үйден қаша жөнеледі. Атанасы Рамазанды қас қарайғанша іздеп әрең тапқан көрінеді. Дегенмен де ол бүгінде дұрыс шешім қабылдамағанына өкінеді. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі бос уақыты бола қалса, ауылға барып, туған өлкені көруге асығатындығында жасырмады. 2 жылда бір ауылыма барып, аудан орталығында үлкен конкурс жариялаймын. Сонда талантты балаларды тыңдаймын. Жақсы балалар болса, осы Алматыға, Астанаға оқуға алып келемін. Бәрекелді, қолдан келсе көмектесуден аянбайтын жан екенсіз. Әрине, сұхбат барысында Рамазан Стамғазиевтің бойында балалық шағына деген ыстық сағыныштың, махаббаттың тұнып тұрғандығын байқадық. Бүгінге осы. Шынар Ларханқызы, Назерке Садықова, арнайы жаңа күн үшін. Бір шетін жүрегімнің жұлғандаймын, бір сәтке құлазып та тұрғандаймын.